Сәлем достар, баршаларыңызға бүгін сіздерге телефон арқылы ИП-ның документтерін, уведомление, талон және де басқа документтерін қалай алу керектігін көрсететін боламын. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қолдап кетіңіздер. Алда сіздермен көптеген пайдалы видеолар бөлісетін боламын. Ең алдымен сіздерге ол документтерді алу үшін сіздерге телефондарыңызда егоп мобайл приложениесі болу керек, және соған тіркеліп скачать етіп қоюларыңыз керек болады. Одан кейін сіздердің телефондарыңызда Google немесе Safari бөліміне егов деп жазасыздар поискке. Міне ең бірінші шыққан электронный правительство Республика Казахстан дегенді таңдайсыздар. Осы сайтқа жоғарғы жақта войти деген бөлім болады, соған кіресіздер. Міне сіздер егов мобайл приложениесі арқылы осы жерге войти в систему деген таңдайсыздар. Әрі қарай сіздерде егов мобайл приложениесіне тіркеліп болғаннан кейін өздеріңіздің осылай парольдарыңызды жазып кіре бересіздер. Егер тіркелмеген болсаңыздар, тіркелу дегенді басып, видео проверкадан өтіп барлығын осылай жасасаңыздар болады. Енді келесіде осылай кіргеннен кейін қол қою деген батырма шығады, оған кіресіздер, қол қою дегенді басып, парольдарыңызды жазып, міне осылай сіздер егов сайтына кіре аласыздар. Ал енді бізде ИП-ның документін алу үшін төменге қарай түсеміз. Бұл жерде электронный лицензирование деп тұрады. Соны таңдайсыздар лицензия порталына кіру үшін, яғни бұған да сіздер тіркеліп алу керексіздер. Егер де тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алсаңыздар болады. Жоғары жақта сіздер егер тіркеліп қойсаңыздар, осылай автоматты түрде сіздердің ИП-ларыңыз болса осылай шығады. Әрі қарай мына жердегі личный кабинет деген таңдайсыздар. Бұл жерде история полученных услуг деген таңдайсыздар. Міне осы жердегі уведомление бөліміне кіресіздер. Бұл жерде сіздердің ИП-ларыңыздың номер уведомлениесі, дата созданная дегенде тұрады. Сіздерде қашан ИП ашылды, қай уақытта ашылды, сағатына дейін жазылу тұрады. Әрі қарай лупаны басып, принято в год дегенге кіресіздер. Осы жерде сіздерге өздеріңізге қажетті ИП-ның уведомлениесін, талонын, изменение бойынша барлығын осы жерден аласыздар. Бізге қазір ИП-ның талоны және уведомлениесі керек. Сондықтан мен мына жерде скачать талон дегенді таңдайсыздар. Өздеріңізге құжат қай тілде қажет, орыс тілінде немесе қазақ тілінде, соны таңдап өздеріңіз скачать ете берсеңіздер болады. Міне маған қазір орыс тілінде керек, осы жердегі загрузить дегенді таңдаймын. Енді келесіде скачать уведомление деген таңдайсыздар, тура алдындағы дәл тілінде таңдап аласыздар, осылай загрузить ете бересіздер. Егер де сіздерде ИП-ларыңыз жабылған болса, оған справка бірдеңке қажет болып жатса, жердегі прекращение деятельности дегенді таңдап, өздеріңіздің справкаларыңызды осылай ала берсеңіздер болады. Менде қазір ИП-ым жабылған жоқ, сондықтан бұл жерде қазір маған ошибка деп шығады. Егер де сіздерде ИП-ларыңыз жабылған болса, осылай ала берсеңіздер болады.